1728 жыл. Осы жылдың аяғында қазақ қолы қарап жатпай ата жауына бір жола соққы беруге кірісті. Әбілқайыр қарауына қолбасшы, кеңесшілерін іріктеп, талай жорықты бастап кешкен батырларды таңдап алған. Жанына Сүйіндік пен Бөкенбайды қалдырып, жоңғарларды басқа әдіспен жеңу керек деп ақылдасып отыр. Сүйіндік пен Бөкенбай жаңа әдіс айтып, оны Әбілқайыр мақұлдады. Айбас пен ер жігітті қолайлап тұрмын. Осы екі жігіт біздің сенімді батырларымыз. Шайқасты ұзаққа созбай, барынша қысқа уақыттың ішінде бітіруіміз керек. Шақырдыңыз балдияр тақсыр? Мынау Қойбас қолтығындағы Кексу өзені. Көріп тұрсың ба? Бөлтіріктің ініне ұқсайды. Ендеше осы күнге ұқсас қолтықтың шығар аузы мына жерде бітеп, жылды шығартпай қамап тастау керек. Бұл жерде жоңғардың ең мықты делінген екпінді күші тұр. Естеріңде болсын, олар бізді күтіп тұрмайды. Біздерден бұрын шабуылға шығуды ықтимал. Бұрын жеңіл жеңіске жетіп жүрген олар бұл жолда одан бас тартпайды. Әр қашан есіңде болсын, жеңіл келген жеңіс бас айналдырады. Солай бас айналдырады. Өлсек те орындаймыз. Жоқ, өлуге болмайды. Сендердің өлгендерің менің өлгенім. Бізге жеңіс керек, жеңіс. Әрқайсыңызға 1000 жігіттен 2000 сарбаз берем. Бір 1736 жыл. Әбілқайыр хан ордасына ағылшын суретшісі Джон Кессел келді. Суретші ақылына көркі сай Бопайдың суретін салуға ниет білдірді. Егер ханым рұқсат етсе, суретін салар едім. Ханымның өзі біледі де. Ералы жаным сағынып жүрген шығар. Осы суретімді жеткізіп бере аласыз ба? Әбден болады. Анасының суретін Ералыға апарып көрсетем. Ералының анасына деген сағынышы да басылар мет бәлкім. Джон Кессел Бопай ханымды тік тұрғызып қойды да ақ қағазға суретін сала бастады. Сол екі арада кіші ұлы Әділ келіп, анасының етегіне жабысты. Суретші баланың қолын ұстап тұруды тапсырды. Бірақ бала анасын өзімен бірге әкетпек болып, қолынан тартқылай бастады. Осы екі арада бой жетіп қалған қызы Зылиха шыға келді. Оның ар жағында қызметші әйел 6-7 жасар қызымен келіп тұра қалды. Суретшінің қолы қағаз бетінде жүгіріп жүр. Қарындашының ұшы тиген жерде бейнелер пайда бола бастады. Суретші Бопайға жүзін айқын көрсету үшін оң жағына қарай сәл бұрылып тұруды тапсырды. Ол ары тартқан Әділінің қолынан жібермей, мойнын суретші жаққа қарай бұра түскен. Суретші қағаз бетін шимайлай отырды. Сурет дайын болды. Мың 1733 жыл. Ор қаласын салу жайында хабар келгенде, Бопай аса қатты қуана қойған жоқ. Тұла бойын жарып шыққан балаларын бірінен соң бірін кепілдікке беру. Ана үшін бұдан асқан қасірет бар ма? Қазақ тек саған керек пе екен? Орда тек бір саған керек пе екен? Әбілқайыр-ау, әлде қазақтың сенен басқа ханы жоқ па? Ұлы хандыққа таласып жүрген анау Сәмеке, жолбарыс хандар, барақ сұлтандар қайда? Берсін оларда балаларын. Ұлы хандыққа сосын таласын.
Мен мұны жетіскеннен жасап отыр деймісің? Қазақтың басынан қашан тұман артылып, тыныш күн орнап еді. Қашан ол ертеңгі күннен қуаныш тауып еді. Қанды жасақпай көз сорасынан құрғаған күні болды ма сірә? Мен өзім өмірге келгелі, көзімді ашқалы ондай күнді көрмеппін. Өмірін көк найза үстінде өткізген әкем сүйіндіктің тыныш таң атқаны болмапты. Көрер таңын көзбен атырып, өмірін көк найза үстінде өткізген әкелеріміздің қондырып кеткен ақ ордасын қалайша көз алдымызда шайқалтамыз? Айтыңдаршы. Анталаған жау тұс-тұстан ентелеп тұр. Мұндай шақта ердің ері ғана елін, шаңырағын қорғап қалмақ. Құдайға шүкір, қазақ елі қай кезде де ұл туған. Ел қорғар батырлар бар. Көк найзамен батырлар ел күзетінде тұр. Осындай сенім мен үміт, түйсік пен үрей қатар келіп орналасқан шақта тұңғиықтан ауыз бірлігіміз ғана алып шығалады. Егер осы жолы басымыз бірікпесе, талай сыннан өтіп еді қой. Жаратқан ем талай қолдап еді ғой. Жаратқан еміз ерлерімізге батырлық та, намыс та берген. Жүрек жұтқан айбастай батырларымыз бар да, кімнен қорқамыз? Кімнен ығамыз? Бір ғана кемдігіміз бар. Бірлік жетіспей тұр бізге. Халқымыздың ұлылығына да дақ түсірмейтін осылар. Алар асуымыздан да айырылып қалып жүргеніміз де осыдан. Осыдан ақсап, жауымызға айбар таныта алмай, дұшпан алдына ханымыз Әбілхайыр талай жер болып, жердің үстімен барып астымен қайтқан кездер аз болды ма? Осы бірліктің жоқтығынан орысқа да, орманға да, қалмаққа да талай жем болдық емес пе? Жауға салар семсеріміз, маңдайға ұстар қалқанымыз хан Әбілхайыр емес пе еді? Отқа көсеу, суға ескек болмап бет. Халқы жауға таласа алдымен шабар Әбілхайыр емес бет. Содан Әбілхайырдың көрген тозағынан басқа не рахаты бар? Бәріміз де бала сүйіп отырмыз. Қайсымыз ұлымызды бір күн кісі есігінің алдына түнетіп, не жат қолына беріп көрдік? Әбілхайыр да өздеріңдей пенде. Сөйте тұра ол, қай ұлын да өз қолынан жау қолына беріп қойып отыр. Нұралыны, Ералыны, Қожа Ахметті неше жыл орыс елінің пендешілігінде ұстап, кепілдікке беріп қойды емес пе? Күні қазір тағы бір ұлы Айшуақ кепілдікте отыр. Сонда кім үшін? Ол да өздеріңдей әке. Мен де өздеріңдей анамын. Қай-қайсымызда бауыр етті баламызды бір сүймесе қандай кейде боламыз? Ал Әбілхайыр сан жылдар бойы сол бауыр еті баласын жау қолына беріп қойып отыр. Кім үшін? Не үшін? Сендер үшін емес пе? Осы отырған баршамыз үшін емес пе? Ел сонда тек Әбілхайырға ғана керек пе? Сұлтандар мен билер, сендер неге ұлдарыңды кепілдікке бермейсіңдер? Қырғыз қайсақ елі бәрімізге бірдей емес пе? Аманат та ортақ емес пе? Бұлар өткені өтті. Енді еліміздің бүгінгі тірлігі мен
бүгінгі тағдырын ойлайық. Соңғы тынысымызда отырып, елдігімізді сақтап қалуға әлі де кеш емес. Ал, батырлар, билер, старшындар, сөйлеңдер. Аузымыздан шыққан әр сөзімізді Алла естіп тұр емес пе? Ендеше ақ сөйлейік. Генерал мырза, сіз бірде-бір ісіңізді аяқтап, бірде-бір уәдеңізді орындай алмадыңыз. Мен сіздерге керек емес екенмін. Сіздер менен жақсылық күтпесеңіздер, мен де сіздерден ешқандай жақсылық күтпеймін. Бұл генерал Неплюевке хат. Егер осы айтылғандар оларға ықпал етпесе, олардың да талап тілектері ендігіден бұлай қазақ хандығына ықпал етпейтін болсын. Хан ием. Тап солай болады.